Мен томямды бір жерден жегенмін. Бірақ томям деген осы ма деп тоқтап қалып едім ше. Соңғы жағында тағамдардың дәмін ажырата алмай қалып жатыр. Аджахуриді жеді жылады ғой. Өмірге тастап барша уайымды, науатқа кел, досым, науатқа кел. Корейский кухня или японский. Японский. Это том-ям. 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 Мама, нама. Том-ям. Ям. Том-ям. Том-ям деген. Құрамында не бар? Құрамында не жоқ, бәрі бар. Бұл өте острый. Корейский ма? Японский. Японский. Қоймаймын дегендерге том-ям бар ғой. Сіздер мені ребрышки деп отырсыз. Ребрышкиді көріп жіберейік. Ребрышки не ма? Сиырдың қабырғасы. Көрсек көрейік енді. Былай заказ береді, тапсырыс беретін кезде тіліңіз келмей жатса, сиырдың қабырғасы деп айтсаңыз болады. Сүйікті ұстап алып ше, тек екі қолмен жеген жақсы. Кекешін кесіп жаза. Бәріміз осыдан ауыз дейік та. Иә. Көшеме күліңіз. Просто жаңа жейсің, жылайсың деген бар оны тамақты ше. Сол жаңа қандай тамақ жедік біз? Аджахуриді жеді жылады ғой. Бұл жерде ше? Тұзы көп. Пюре, свеклный пюре бар. Осы бар. Қандай? Свеклный пюре. Жасалған пюре. Қызылшадан жасалған пюре. Қан көбейтуге. Баклажан бар екен құрамында. Баклажандары шоқтап піскен. Бисмилля. Былай қара жіберейш. Бір порцияда сонда осында екі қабырға бола ма? Білеге? Осында екі қабырға болады. Өмірге тастап барша уайымды, науатқа кел, досым, науатқа кел. Шыны керек тағамдар енді былай тазасын айтайын мақтағаным емес енді бірінен кейін бірі дәмді енді жеп атқаннан кейін ананың дәмін көресің, оның дәмі күшті болып көрінеді, ана тағам жейсің, оның да дәмі күшті. Соңғы жағында тағамдардың дәмін ажырата алмай қалып жатыр. Шығыс асханасынан том-ям деген тағам былайша айтқанда острый, яғни ащы сорпа. Кім көреді осы дәмі? Айт. Күріш ішінен салып жүрген. Күріш міндетті түрде жеп. Күріш бұл жаңа не есебінде же гарнир сияқты ма әлде бұда? Бұл обязательно күрішпен жүр. Міндетті түрде өйткені бұл Японияның бәрі күріш. Шығыс асханасынан. Япония. Корея, Япония. Шығыс асхана. Бақаның өзі келді. Біраз нәрсенің бағанын сұрауға керек. Өзінен құрамын сұрайықшы. Бағанадан бері дәмін көріп жатқан тағамдарды шығарып жатқан Бақытжан деген біздің шеф-повар Науат кафесінің осы тағамдарды дайындап. Жалпы том-ям деген том-ям сорпасының құрамында оның өзіндік том-ям пастасы және де кокосовый молоко и грибы и семга морепродуктыдан ғой. Корей ұлтының ұлттық тағамы ерекше жартылай острыйлау болып келетін тамақ. Сондай. Жалпы қонақтардың қалауынша жартылай острый деп тұрсың ғой, соны мысалға мен қатты ащыны қалайтын болсам, олай жасауға бола ма? Жоқ. Олай болмайды, бір дәм. Болмайды бір дәм. Жақсы. Енді Мәкеңнің. Мен том-ямды бір жерден жегенмін. Бірақ том-ям деген осы ма деп тоқтап қалып едім ше. Жемермін енді десем. Бірақ жоқ. Мойшын шықты. Қайтадан махаббатыңыз ашылды. Жақсы, әдемі. Бір сағынып жейтін тамақ. Грибы жалпы өзім саңырауқұлақты жақсы көремін. Өмірге тастап барша уайымды, науат
Науватқа кел досым, Науватқа кел. Тауықтың ішінде авокадо бар. бұл қай жақтың тамағы поке? поке әлемдік тамақ қой, әр елдің ұлтынан құралған дейді бұны. Ненің еті? Тауық еті. Тауық еті? Бисмилла. Бұл жерде Чикен боул, оливия бар иә еще? авокадо. Авокадо. Авокадо бар иә бұл жерде иә? Бізге қайтқанда. ана қиясыңдар ғой Бұл деген томям жеп көрсейші. жалпы арықтауды қалайтын қыздар болса, салмақ тастағысы келетін қыздар болса, күніге 3 мезгіл покке жеу керек екен. Күніге 3 мезгіл покке ол тек Нават кафесінде ғана. Келіңіздер, күніге 3 мезгіл покке жесеңіздер, бір айда 7 килограмм салмақ гарантия деп жатыр. Асылған тұрыр. Авокадоның өзі. Негізі араластырып жеу керек. Жалпы құрамымен бір айттың жаңа иә құрам. Айтайын ба? Құрамында күріш, және де черри помидоры, жүгері, және тауық еті, авокадо, сосын руккола салаты болады. Айтып жатқан ингредиенттердің барлығы былайша негізі пайдалы өте адам денсаулығына. Помидорда бір не бар ғой, соус бар ғой? Чили соусы бар. Чили соус. Чили соус, кесіл соус па? Чили кәдімгі. Бұл жердегі ерекшелік тауықтағы маринадтысы да. Тауық маринадтысы. Жаңа куриный гриль деген бар емес па? Жейдіңіздер ғой? Граната салатын деген. Сода соңғы екеуі бір. Тандырлы жілікпайын арасы піспеген. Тандырлы жілікпай әдемі отыр. Әдемі. Андай қамырға істедім ойша. Кәдімгі қамырға істедім. Негізі қандай қамырға істелу? Негізі ма? Самсан қамырына істейді. Жоқ, самсан қамырына істеп біз көрдік. Самсан Майлы болып кетті. Майлы болып кетті ол. Еще ол жерде киманың майы бар, шашликтің майы бар, сосын бар жаңағыдай жіліктің майы болғасын. Сол үйлесіп қатты майлы болып кеткесін біз нанын өзгерттік осында. Нанын өзгертіп көрейік. Бағана жеп көрдік, нанын әдемі шықты. жалпы былай қарапайым қамырмен жасалған нан ғой жаңағы. Солмен негізі жақсы шығады. Бағана келмен дәм беріп тұрған жоқ па? Табиғи өнімдерден істелген ғой. Розовый мысалға неден істелінген? Розовый стеклодан істелінген. Жасылы кәдімгі зелендерден істелінген. Сарысы кәдімгі куркумадан істелінген. Сол дәм беріп тұрған жоқ па? Қамырдан. Жоқ. Жоқ, ешқандай жаңағы стеклоның болмаса зеленнің ешқандай дәм беріп тұрған жоқ. Тек түсін беріп тұр біз жегенде. Шығара алмадым. Негізі солай болу керек қой, түсі, дәмі бірақ білінбеу керек. Негізі табиғи болған жақсы, бізде де сол болғасын табиғи нәрсені Табиғи. Жалпы короче, былай жасайық, ана дегустация болып жатыр ғой, тағамдардың дәмін көріп жатырмыз. Енді 10-нан 1-ден 10-ға дейін бағалаймыз. Дәмін көрген адамдар. Иә, менен. Сосын комментарий қалдырып кетеміз. Қандай? Біз бағалайық деп жатырмын бірінші. Мысалға, әр тамақты көрдік қой. Барлық тамақтың енді әрқайсысы бәрін дәмін көріп болғаннан кейін енді осының жалпы общий тамақ барлық тамақтың дәмін көрген кезде 1 мен 10-ның арасында бағалап көрейік біз. Сен қабылдап үйрен, сындыды іздейік. Жақсы. Андай. Мен ащыны жақсы көремін, бірақ ше, енді бір қатты ащы емес. Сосын не емес ше, мысалы рамионды көп жеймін. Әбден ащыға үйреніп қалғаннан кейін, мынау маған бір қатты ащы емес сияқты болып тұр ше. Өзіндік дәмі сондай. Иә, өзінің дәмі сондай. Қатты ащы емес, Бірақ иә. Негізі былай ащылығы емес, жалпы дәмі әдемі күшті. Лайк бассын. Ал енді Неше тамақ келді бізге вообще? Бақа неше тамақ жібердің? Аджахури дерске, аджахури күшті. Оның өзіне лично баға беретін болса, 10-нан 10 беремін мен. Аджахури маған ұнады. Личный бағаларды берген дұрыс еді жаңа. Общийға енді. Қазір сол мен ойлап тұрғаным, әрқайсысына жеке беретін болсақ, шатасып қалмаймыз ба деп жатырмын да. Жалпы общийына бір баға беріп жүрген дұрыс сияқты. Сосын жаңа пельмен келді, стрипсы, наггетсы келді, детский менюлардан. Сосын бар
жалпы неше тамақ? 9 тамақ келді ма? 7 тамақ келді. станцияға келейін ұмытып қалдық санап келем дегенше біз әңгімемізді жалғастырамыз. Жалпы енді қорытындылап жіберейік. Жалпы осыған дейін көрсетіліп жатқан тағамдардың барлығы негізі ең сапалы ең сапалы не дейтін еді? Айтшы баға. Ингредиент па? Ең сапалы ингредиенттерден жасалған құрамы жаңағы айтып жатырмыз ғой, түрлі түсті пельменді де әртүрлі свеклодан, зеленнен деген сияқты табиғи өнімдермен түс беріп жасалған, ешқандай краситель қосылмаған. Жалпы солай барлық тағамдар тек сапалы тағамдармен жасалған. Өмірге тастап баршалайымды, науатқа кел, досым, науатқа кел.